Так, жақсы тағыда қарай. Не болған? Тарих. Ұлттық құндылық. Жақсы. Әйгерім. Тіл. Тіл. Айна? Патриот или патриотизм ба? Қазақшаласақ, патриотизм термин сөз. Қазақшаласақ қалай болады олар? Елге деген шешім. Отаншылдық. Отаншылдық. Жаза ғой. Тағда? Қуат неге демейміз? Отаншылдық. Қалай ойлайсың, жата ма? Әрине жатады. Қонақжайлылық. Енді ол салт дәстүрдің ішіне кіреді ғой, иә? Адамгершілік. Ұлтшылдық. Ұлтшылдық? Ұлтжандылық шығар. Жаза ғой, ұлтжандылық. Абай менталитет жатады. Менталитеттен тәрбие жаздық қой. Сол кіреді ғой, соның ішіне. Ұлтжандылық. Тағы да айта беріңдер. Құндылық, ұлттық құндылық. Білім деді Жанерке, иә. Дұрыс, өйткені әрбір ұлттың өзіндік бір ерекшелігі ол елдің білімділігіне байланысты. Солай емес пе? Абай дін жатады. Әрине. Абай әдебиет жатады. Әрине. Қалай әдебиетсіз ұлт болады? Әдебиет. Тіл әдебиет deyapын ғой. Әдебиет. Не істедің? Әдебиет. Жақсы тағы бар ма? Ал енді осы сөздерімізді өзіміз оқып шығайық. Сонымен біздің ойымызша ұлттық құндылықтарға нелер жатады? Тәрбие жатады, салт дәстүр, туған жер, мәдениет, тарих, тіл, отаншылдық, адамгершілік, ұлтжандылық, білім, дін және әдебиет. Енді осы сөздердің ішінен осы бүгінгі тақырыпқа, бүгінгі әңгімемізге қатысы бар деген сөздердің астын сызып қояйықшы. Отаншылдық, туған жер, Ұлтжандылық. тарих, Адамгершілік. адамгершілік, дұрыс айтасың. Әдебиет. Әдебиет өйткені бұл енді әдеби шығарма, иә? Ұлтжандылық дейді. Тәрбие. Тамаша. Мәдениет. Салт дәстүр. Бар ма? Бар әдебиет. Жақсы, тамаша. Ендеше бүгінгі сабағымызды дәптерлеріңізге жазыңыздар. Бүгін қаңтардың 28-і сынып жұмысы шаштан кемесіндегі ұлттық құндылықтар. Шаштан кемесіндегі ұлттық құндылықтар. Жалпы адамзаттық ұлттық құндылықтар бала.
шашты әңгімесіндегі Айгүл Кемелбаеваның жалпы адамзаттық ұлттық құндылықтар. Жұппен жұмыс, тақырып жаздық қой. Жұппен жұмыс, Жанерке сен мына жерге отырсаң, Қуатпен бірге. Так, Айнұр, сіздер топ болып жұмыс істеңіздер. Үшеуісіздер, қалғандарыңыз жұппен. Алдық қоя бәріміз қара. Енді балар, бірінші тапсырма. Біз осы шығармадағы басты кейіпкер жылқышы ата. Ендеше бірінші тапсырма сіздер осы шығарманың композициясына талдау жасай отырып, жылқышы ата образына баға бересіздер. Яғни, жылқышы атаға не істеу? Мінездеме беру. Қандай адам? Оның бойында қандай ұлттық құндылықтар бар? Білеміз ғой, кейіпкерге мінездеме беру. Жалпы дискриптор шығарманы оқисыңдар, оқыдық қой біз. Оқыдық па? Бұл енді оған шейін орындалғанымыз. Шығарманың композициясына талдау жасай аламыз, біз жасадық. Және жылқышы ата образына баға беріп, алмасып тексереміз бір-бірлерімен. Дискриптор негізгі тапсырманың дискрипторы. Жалпы 5 балл. Ал кеттік, жұппен орындаймыз. Тапсырманы бірінші жазып қойда жылқышы ата образына талдау. Кластер түрінде, схема түрінде, текст түрінде біз көреміз ғой, әртүрлі формалар бар. Түрлі формада. Егер фломастер керек болса, балдар, фломастер арқылы болады. Жылқышы ата образына баға беру. Бойында осы қасиеттер бар ма? Осы арқылы біз... Апай, отаншылдық деген сөз бар ма? Отаншылдық бар әрине. Так, уақытпен жұмыс істейміз, 3 минут аяқтаймыз. Дискрипторға назар аударамыз. Так. 3, 4. Назар дискрипторда шығарманы оқиды. Оқыдық па шығарманы? Оқыдық. Шығарманың композициясынан талдау жасайды. Жасадық па біз талдау? Жасадық. Және осы оқу арқылы, композициялық талдау арқылы біз бұл екі әрекетті алдыңғы сабақтарда орындадық. Біз жылқышы ата образына баға беріп, бір-бірімізбен алмасамыз, тексереміз бір-бірімізді. Ал кеттік, кім бастайды? Біз. Исмаил мен Ильястың жұмы бастайды. Тақтаға шығалымызда. Екеуімізде. Так, жұппен жұмыста, топпен жұмыста, балалар. Біз білеміз қуат. Бір-бірімізді не істейміз? Тыңдаймыз, сыйлаймыз, құрметтейміз. Ал? Жылқышы ата образына баға беру. Жылқышы атаның тағдыры қиын болса да, бірақ ол кісі адамгершілігін ұмытпаған. Жылқышы ата өте ақылды болған. Ол шашты баланы үйретіп, сол құлдықтан шығаруға көмек берген. Жылқышы ата отаншыл кісі болған өйткені ол қанша құлда или өмірі жаман болса, ол өз отанын ұмытпаған, оған өз отанына сүйіспеншілігі болған. Жылқышы ата ержүрек болған.
Өйткені ол құлдықта болғанына қарамастан басқа өз елінен балаға сол құлдықтан шығуға көмек берген. Сол ершілік. Жақсы, осылай баға бердіңдер. Жаңа бір сөздерінде тағдыры қиын болса да дедіңдер. Неге оның тағдыры қиын деп бағалап отырсыңдар? Өйткені ол өз тағдырын құлдықта өткізген и өз-өзіне ап берген. Ал осы оқиға қай кезеңдегі тарихи оқиғаның? 15 және 17 ғасырдағы. Қандай оқиға? Шапқын, қалпақ шапқын. Қандай тарихи оқиға? Қыпшақ шапқын. Қазақ, қалмақ, Шапқын шапқын. жақсы. Я бала, қалғандарыңыз қаттаған есіктер жазып. Тыныш. Шоқыша атаға баға берді. Иә. Қосиетті, бапкер, қол отаншылық. Қол деген оған берілген баға ма? Жоқ, ол онан Иә. өмір бойы жас кезінен бастап өмір бойы құл болған соңында дейді. Сосын Тыныш бала, тыныш. Малкю болған, Малкю дегеніміз тағдыры қиын кісі. Тағдыры қиын болған, ол кісінің тағдыры қиын болды себебі ол жас кезінен бастап құлдықта болды. Сосын өзі құлдықтан болған соң жаңағы Кенжебек балаға сондай тағдыр түспесін деп қашуға көмектесті. Кенжебек баланың тәрбиешісі болды. Тәрбиешісі. Және құтқарушысы болды. Құтқарушысы болды. Жақсы, тамаша, қойыңыздар. Так, мына жаққа да сіздер. Бір-бірімізді балалар, тағы біріміз ұмытып кеттік. Бір-бірімізді біз қайталамаймыз, тек қана толып тұрамыз. Алдыңғы жұптарда айтылған болса айтпаймыз, тек қана толып тұрамыз. Ата оқушына нездеме. Ата сабырлы, салмақты болған және мейірімді, қамқор болған. Мейірімді, қамқор, иә. Ол өзінің қамқоршылығын кімге көрсетті? Кенжебекке. Иә. Ол ұстазы болған. Ұстазы. Әкес сияқты. Олар бірге тағдырға. Олардың тағдыры тағдырмас па бір-бірімен? Иә. Және ол өмір сүрген адам, ол дана, мейірімді болған. Жақсы, қойыңыздар. Ал енді сөйлемеген жұптар тақтағандар біліңіздер де айтылмаған нәрсені айтып кетіңіздер. Тақтағаныңыздар, жақсы. Бұл тапсырманы орындадыңдар. Енді жалпы жаңағы өзіміз айтқан сабақтың мақсатына қайтып оралсақ, сабағымызды қорытындылай келе. Шын мәнінде осы кейіпкерлер арқылы осы әңгімеде ұлттық құндылықтар орын алған ба? Әлем әдебиеті мен қазақ әдебиетіне ортақ қандай тақырып бар осы? Біз білеміз, иә балалар, әлем әдебиеті ол барлық ұлтқа ортақ әдебиет. Түсіндіре кетейін. Мысалы, достық, махаббат, жаңа өздері айтқан адамгершілік, тәрбие, ол барлық ұлтқа да ортақ тақырып бар. Бұл тақырыптар ұлт таңдамайды. Солай ма? Ендеше, осы әңгімеде осындай ұлт таңдамайтын әлем әдебиетіне ортақ тақырып бар ма? Иә. Ендеше өз ойымызды еркін микрофон арқылы бір-екі оқушы сабақты қорытындыласа. Кәлекей, микрофонды кімге берейін? Еркін микрофон. Өз ойыңды еркін айту, осы ұлттық құндылық әңгіменің қай бойынан кім арқылы көресің, әлем әдебиетіне ортақ тақырып бар ма осы жерде? Менің ойымша, осы шашты әңгіменің шығармасын қорытындыласа,
осы кей жібек бала өз еліне, туған жеріне оралам деп бір мақсат қойды. Сол мақсатқа жету үшін бүкіл қиындықтардан, бүкіл сынақтардан қиналса да, көңілі түссе де, мұңайса да, түр бермей, до конца цельно аяғына шейін жетті. Атаның арқасында, Тасқұл атаның. Осы Тасқұл атамыз бұл жердегі басты ұлттық құндылық туған жерге деген махаббат, туған жерге деген патриоттық сезім, өз мақсатында қойдым ба, сол мақсатқа до конца жету, аяғына шейін жету деп ойлаймын. жақсы, тамаша. Жанерке? Менің айтқым келетіні осы шығармадан түсінген, ол біз бәріміз жылғыш ата сияқты болуымыз керек. Себебі біздің өміріміз қандай болмаса да, қандай қиыншылық көрмесе де, біз басқа адамдарға да жылғыш ата сияқты көмектесуіміз керек. Себебі ерте мен кеш пе біздің жасаған іс-әрекетіміз алдымыздан келеді, Алладан айтады. Сондықтан қандай жағдай болмасын, бір-бірімізге көмектесіп жүру керекпіз деген ойым. Үнемі бір-бірімізге қандай болуымыз керек? Мейірімді, қамқор, және де ең бастысы адамгершілікті жол. ең бірінші адамгершілік, дұрыс айтасыз. Иә балалар, дұрыс айтасыздар. Бұл әңгімедегі ең басты ұлттық құндылық ол адамгершілік. Жаңа Тасқұл атаның өзінің үлкен кісі бола тұра балаға кәдімгідей қамқоршылық жасауы, өзінің бойындағы бүкіл жақсы қасиетін балаға беруі, бұның барлығы жайдан жай емес әрине. Бұл жердегі ең басты ұлттық құндылық әрине әрбір ұлттың өзінің отанына, еліне деген сүйіспеншілігі. Ең бастысы балалар, ұлттық құндылық ол әрбір ұлтқа ортақ тақырыптар. Сондықтан бұл жердегі басты идея туған жерге деген сүйіспеншілік, отаншылдық, елге деген құрмет, адамгершілік, бұның барлығы тек қазақ халқында ғана емес, басқа ұлттарда да бар тақырыптар. Бұған сәйкес біз Шыңғыс Айтматовтың қош бол гүлсәрі деген әңгімесі бар. Бұл жерде де тура осындай ұлттық құндылықтарды айтып өтуге болады. Әлем әдебиетінде осыған ұқсас талай-талай шығармалар бар. Енді балалар, үйге тапсырма сіздер. Осы әңгімені сіздер өздеріңіз жазсаңыздар, атын қалай атар едіңдер? Ойлануға бола ма? Осы ұлттық құндылықтарды, жаңағы өзіміз айтқан қасиеттерді зерделей отырып, егер осы шығарманың авторы сіз болсаңыз, осы шығарманың атын қалай қояр едіңіз? Осыны ойласып, менің ойым деген тақырыпта эссе жазып келесіңдер. Және балалар, бүгінгі сабақты мен атақты Мұстафа Шоқайдың афоризмімен аяқтағым келеді. Біз ешқашан құл болмаған елміз, құлдыққа қарсы елміз деп айтқан екен. Иә, бұл жердегі негізгі мәселе құлдықтан шығып отыр. Ендеше ешқашан құлдықта болмайық, біз құлдыққа бас имеген елміз. Солай емес пе? Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ешқашан біздің ата-бабамыз, біздің болашақ ұрпағымыз ешқашан ешқандай құлдықты басынан өткермесін. Біз тарихта білеміз, біздің ата-бабамыз талай осы қиын кезеңдерді басынан өткерді. Соның куәсі ретінде біз неге осы шығарманы талдап отырмыз. Сондықтан ең бастысы біздің еліміз, өз елімізде өзіміз бақытты өмір сүрейік. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, құрметті оқушылар, отырыңыздар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, тамаша. Бүгінгі сабағымызға сәттілік тілей отырып, бүгінгі сабақтың тақырыбымен таныстырғым келеді балалар. Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесіндегі жалпы адамзаттық ұлттық құндылықтар. Бұл біздің 4-ші сабағымыз, балалар. Бұл әңгімені біз бастадық. Әңгіменің негізгі мазмұнын, идея желісін біз таныдық. Бүгінгі сабақ сол өзіміз түсінген тақырыпты ары қарай жалғастыру. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ құндылықтарды анықтау. Қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі, яғни бұл жерде біздің әдебиет пен әлем әдебиетіне ұқсас ортақ бір тақырып бар.
Біз соны анықтаймыз бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Және сіздер осы сабақта қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ құндылықтарды анықтайсыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы. Дайынбыз ба сабаққа? Жақсы. Енді балалар, осы әңгімені талдау барысында, танысу барысында өздеріне бір бұрын естімеген, бұрын көрмеген қандай да бір ерекшелік болды ма? Осы ерекшелікті сіздер біз өзіміз жақсы көретін, ал сіз білесіз бе деп басталатын дәйек сөзден ары қарай жалғастырсақ. Мысалы, ал сіз білесіз бе, осы әңгімені оқу арқылы менде бір осындай бір ой пайда болды. Немесе, ал сіз білесіз бе, осы әңгімені мен бұлай деп ойлағам, ал шындығында бұлай екен деген сияқты бізді бір таңғалдыратындай ой пайда болды ма сіздерде? Осымен бөліссек. Ал қанекей бастайық. Бірінші біздің сөзіміз басталады, ал сіз білесіз бе? Сосын барып ары қарай ойымызды жалғастырамыз. Бұл біздің сабаққа деген басқа дайындығымыз. Бүгінгі сабақты ары қарай біз қалай жүргіземіз, осы өзіміздің ойымызды бөлісу арқылы басталады. Ал қанекей, Жадыркел, бізді немен таңғалдырасың? Біз не білмейміз, сіз білесіз. Мен осы шығармада. Ал сіз білесіз бе? Апай, қандайсың? Ал сіз білесіз бе деп бастайтын едік қой. Я ойыңды жалғастыра бер, бірақ сен сөзің басталу керек, ал сіз білесіз бе деген сөзден. Ал сіз білесіз бе, мен осы шығарманы оқымай тұрып, менің ойым басқаша болды. Яғни осы шығармада оқымас бұрын мен ойлағанымнан гөрі оқығаннан кейін ойым өзгеріп кетті. Басқаша болды, Иә. Оқымай тұрғанда сен қандай ойда болдың? Оқымай тұрғанда мен ойлағаным, сол шашты бала ол қашқын деп ойлағам. Ал шын мәнінде ол туған елін аңсап, және де оған бір кісі көмектескенін түсіндім. Тамаша. Иә, былай қарағанда біріншіде ол бала саған қашқын бала сияқты көрінді, иә? Тамаша, қол шапалақтап қойып. Ал жақсы, тағы да кім бізді таңғалдырады? Біз білмейтін нәрсе, сіздер білген нәрсе. Жылдам. Исмаил? Сіз білесіз бе, ең басында бұл әңгімені оқымас бұрын мен шашты дегенді жылқының аты деп ойлағам. Жылқының аты деп ойлағам. Ал шын мәнінде? Шын мәнінде баланың солай атап кеткен екен. Тамаша, шынында да иә, біз білмейтін нәрсе, шашты деген бір жылқының жалы деп ойладың ба? Жақсы, тамаша, қол шапалақтап қояйық. Ары қарай кеттік, Бауыржан. Ал сіз білесіз бе, Иә? атаның сол балаға көмектескені өзінің арманын Иә. Осы баланың өз арманына жетті дейсің ба? өз қиялын мына баламен Жүзеге асырды. жүзеге асырды. Өзінің арман қиялын, өзі жете алмаған мақсатына кімді жеткізді? Баланың аты кім? Кенжебекті жеткізді. Тамаша, дұрыс айтасың. Ары қарай кеттік. Әйгерім, таңғалдыратын нәрсе азайып жатыр ма? Айнат? Сіз білесіз бе, мен басында осы оқиға Кенжебектің басқа елден өз туған жеріне деген неге қаша алмайды деп ойлағам. Себебі жылқышы қарттың арқасында Кенжебек деген бала өз туған жеріне деген қашуға көмек берді жылқышарды. Көмек беру арқылы ол өзіне бір мақсат қойды. Туған жеріме қайтам деп, осындай патриоттық сезіммен қайтам деп, осы қиындықтарды бүкіл жылқышардың айтқан сөздерін баста үлгі алып, сол баланың өзінің ойы жүзеге асты, иә? осылай
балалары өз мақсатына жетті. Жылқы Жылқышылар да бала арқылы өз арманына жетті. өз арманына жетті. Тамаша. Тағы. Шыдам. Мына жерде иә. Зарина. Сіз білесіз бе, мен алғашқы шапаланы шашты деп атайды. Бірақ автор кейіннен Кенжебек атауы екен. Ол автор баланы шашты деп атауы өйткені оның рухани тағдыры және маңызын көрсетеді. Дұрыс айтасың, тамаша. Неге шашты деп атады? Неге соңында ол баланың аты шашты болып өзгерді? Иә, қой. Өйткені оның шашы өсіп қалған. Иә, ол әбден сол қаншама айлық жерлерді шауып келгенше Оның шашы өсіп шаш өскен. Ауылға келгенде жеңгелері не деп айтты? Бір жыл бойы шашы өскен, сосын Иә. жеңгелері ауылға келгенде шашты бала деп атады. Шашты бала деп ат қойған. Осы жерде мінекей, бүгінгі сабағымызға осы жерден бағдар алуға болады балалар. Біздің қазақта жеңгелердің қайнысына ат қою деген дәстүр бар ма? Иә, бар. Сонда Кенжебекке жаңағы жеңгелері шашты деп ат қойған. Оған себеп бір жыл бойы баланың ескеуі шашының өсуі. Міне, осыдан түсінуге болады. Сонда ол сол туған жерге келу үшін қаншама уақыт өткізді ме? Шашы тізесіне түсіп өскенше өткізді, иә? Жақсы, қуат, тамаша, қол шапалақтап. Мерей, айтқың келіп отыр ма? Қорытындылап жүр, ал. Ал сіз білесіз бе, мен шашты бұл әңгіменің шашты деп аталуын басында білген жоқпын. Себебі әңгімені оқыған соң шашты деп аталу себебін біліп, одан соң түсіндім. Шашты деп аталу себебі баланың Кенжебектің туған жерінен қайтқанша асығуының және асығып келгенше оның шашы өскендігі көп уақыт өтіп, өзінің туған жерін аңсағаны үшін оның шашы өсіп, туған жеріне келгенде шашты болды. Сол арқылы мен басында шашты деп аталғанын білгенмін. Жақсы, тамаша, қол шапалақтап. Айнұр. Ал сіз білесіз бе, мен де басында басты кейіпкердің аты шашты деп ойладым, ал негізінде оның аты Кенжебек екен. Кенжебек екенін кейін білдің, иә? Жақсы, рахмет. Иә, білесіз? Ал сіз білесіз бе, шалдың шын аты Таскүл емес, ол оның басына түскен тағдыр үшін өз-өзіне ат қойған. Дұрыс айтасың, тамаша, керемет. Неге ол өзін-өзі Таскүл деп атады? Себебі ол өзінің қолымен. Иә, ол шын мәнінде құл болды ма? Өзіне Кімдерге құл болды? Иә? Түркмендерге. Тамаша, керемет, біз білмейтін нәрсемен білеміз енді, бірақ есімізге түсірді, иә, Ильяс? Сол үшін Ильясқа бір қошемет. Жақсы балалар. Тағы айтам деушілер бар ма? Азат? Ал сіз білесіз бе, шашты деген бала, мен оны жай ғана бала деп ойлағанмын. Ол өскеннен, ол расында ол туған жеріне ыстық сезінгеннен ол жай бала емес екен, иә? Иә. Қандай бала? Батыл. Ақылды ма? Сол бір жыл бойы жылқышы ата оны дайындағанда, ол сол атаның бүкіл дайындық сынағынан өтті ма? Өтті. Егер ол шыдамсыз болса, сабырсыз болса, алдына қойған мақсатқа, ол біріншіде әрине жылқышы атаның не үшін дайындап жүргенін ол түсінбеді. Солай ма? Өйткені ол өзі онсыз да шабандоз бала. Ол түсінбеді. Бірақ түптің түбінде ол осы мақсатты білді ме? Білді, түсінді. Кейін түсінді. Сондықтан жай бала емес, дұрыс айтасың. Ол жай бала емес, ол өте ақылды,
өз мақсатына жететін, бір сөзбен айтқанда талапты бала, иә? Жақсы, тамаша. Жақсы бала. Мінекей, біз осы алсыз білесіз бе ойыны арқылы өзіміз осы шығарманы қаншалықты түсінгенімізді ортаға салдық, талқыладық. Ең бастысы, барлығымызда осы әңгімені оқыдық. Солай ма? Ең бірінші сабақтарды естеріңізге түсіріңдерші, біз осы әңгімені оқуға көшпес бұрын қандай стратегиямен жұмыс жасадық? 4 сөз арқылы. Болжам. Бізде қандай тірек сөздер болды? Туған жер, қашқын, бәйге, сосын мақсат, дәптерлеріне қараңдар. Қандай сөз болды? Бапкер, я. Сонда сендер әртүрлі болжам жасадыңдар, я? Енді сол болжамдардың сәйкес келді ма? Жартылай, я? Біз бапкер сөзіне мән бермедік. Ал шын мәнінде бұл жерде бапкерлік, атбегілік қасиет бар ма? Бар. Ол кімнің іс-әрекеті арқылы көрінді? Тасқұл атаның, яғни жылқышы атаның іс-әрекеті арқылы көрінді. Жақсы балалар, ендеше балалар, бүгін біз сабағымыздың негізгі мақсатына жету үшін, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы әңгімедегі ұлттық құндылықтар, қазақ әдебиетіндегі және әлем әдебиетіндегі ортақ ұлттық құндылықтарды анықтауымыз керек. Сіздер білесіздер, мен сабақты ешқашан сендерге айтып бермеймін. Біз не істейміз? Өзіміз сол мақсатқа өзіміз жетеміз. Бұл менің негізгі әдістемелік өзімнің мақсатым. Мен ешқашан сабақты сіздерге анық айтып бермеймін. Сіздер өздеріңіз өз ойларыңыз арқылы, талқылау арқылы мен сіздерге тек қана бағыт беремін. Ал ендеше сол өзімнің күнделікті әдістемем бойынша сендерге бірінші сұрақ. Осы ұлттық құндылық деп көп айтамыз. Ұлттық құндылық дегеніміз не? Ұлттық құндылықтарға не жатады? Кәнеки сол сөздерді тақтаға жазсақ. Иә, Дарина? Қандай сөз жазасың? Салт дәстүр. мәдениет, Анық түсіп да? Қызыл ма? Жарайды, жаза берейін. Салт дәстүр, тәрбие, тамаша, келе ғой. Тәрбие. Келесі Жанерке? Туған жер. Туған жер. Иә, Мерей? Мәдениет. Ұлттық құндылыққа жазамын.